Астанада бокстан World Boxing әлем кубогы өткен еді. Қазақстан құрамасы барлық салмақта бақ сынап 16 медаль жеңіп алды. Ұлттық құрама сапындағы 3 спортшы Қарағанды өңірінің тумасы. Бокстан әлем кубогы кезеңінде ел мерейін үстем еткен жерлестер бақ өкілдерімен кездесіп, журналистер сұрағына жауап берді. 65 келі салмақта жұдырықтасқан Айда Абекеева турнирдің жүлдегері. 3 кездесу өткізіп, екеуін айқын басымдықпен жеңді. Ал жартылай финалда ринг сыртындағы құрбысы түркиялық боксшы Бусинас Турминалиге есе жіберіп, қола медаль иегері атанды. Еске салайық, 65 келі Абекеева үшін жаңа салмақ болып саналады. Бұрынғы жекпе-жектерінің барлығында 63 келі салмақ дәрежесінде бақ сынайтын. Құрбыммен шыққан кішкене бірінші рет біртүрлі болды. Сол себебінен ұтылған шығармын. Құрбыммен шыққан үшін, дұрыс настрой жасамаған үшін сол жерден қате кетті деп ойлаймын. Енді келесі жолы басқаша настрой ұстаймыз. Уже рингте дос деген болмайды. Рингтің сыртында, пожалуйста, дос болады. Бапкерімізбен сөйлестік, әрине. Қарап жатырмыз, ошибкаларымызды қарап жатырмыз, соған қазір демал болғаннан кейін сол жұмыс жасаймыз сол ошибкаларға. Жастар арасында әлем чемпионы 2024 жылғы ел біріншілігінің жеңімпазы Сабыржан Аққалықов әлем кубогының алтын жүлдегері. Финалдық қарсыласы болгариялық боксшы Рами Киван болды. Жекпе-жек басталысымен-ақ басымдық танытқан Сабыржан нәтижесінде төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңімпаз атанды. Бокспен айналысқаным 12 жыл. Дайындық жақсы, барлығы жақсы. Бізде қазір бокстан акцент қойған. Бізде диетолог, фармаколог, массажист, тренерский штаб жақсы жұмыс істеп жатыр. Мақсат әлем чемпионы болу. Чемпиондарымыздың әр жетістігі ел спортының өрлеуіне қосылған үлес. Ал жеңімпаздар Қарағанды бокс мектептерінде тәрбиеленіп жатқан жас спортшыларға үлгі бола білді. Боксшылардың ендігі мақсаты Ливерпульдегі әлем чемпионатының жеңімпазы атану болмақ. Ералы Ғани, Оксана Митюхина, Николай Шебелев, 5-ші арна.